Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің сүйікті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, қытырлақ болып шығатын кәріше қырыққабат салатының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Дәмі тура базарларда сатылатын кәріс салаттарындай болып шығады. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге салатты дайындау үшін осындай орташа көлемдегі 40 қабат қажет болады. Қазір сіздерге таразымен өлшеп көрсетемін. Менде 1 келі 400 граммдай шықты. Одан кейін осындай ірі көлемдегі 2 сәбіз қажет болады және 5 тіше сарымсақ қажет. Ең бірінші кезекте біз 40 қабатты турап дайындап аламыз. Осылай бөлгенде ортасындағы қатты жері бізге қажет болмайды. Сол себепті пышақпен кесіп ол жерін алып тастаймыз. Ал енді 40 қабатты дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай ірі бөлшектерге бөліп, жапырақтап, ірілеп турап аламыз. Майда қылып турап қойсақ, әдемі көрінбей қалуы мүмкін. Сол себепті жапырақтап, ірі етіп турап шығамыз. Сүйікті көрермендерім, менің каналымда шығып отыратын жаңа әрі пайдалы видео рецептерді жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып каналға тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда сіздер келесі шығатын жаңа рецепті бірінші болып көретін боласыздар. Мінекей осылайша барлық 40 қабатымызды ірілеп жапырақтап турап алдық. Ал енді дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жабысқан бір-бірінен ажырамай тұрған жерлерін осылай қолымызбен ажыратып ашып шығамыз. Қазір біздің салатқа қосатын дәмдеуіштеріміз жақсы сіңу үшін және де жеуге ыңғайлы болу үшін осылай араларын ашып алуымыз керек. Араларын ашып алғаннан кейін келесі кезекте біраз қасықты қатты толтырмай тұзымызды салып қолымызбен жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене ғана қолмен мыжыңқырасаңыздар болады. Осылайша жақсылап араластырамыз. Қазір біздің 40 қабатымыздың көлемі кішкене біршама басылатын болады және кішкене суланып беті жылтырай бастайды. Сол кезде араластыруды тоқтатамыз және 20 минут уақытқа осылай бетін ашық күйінде қалдырамыз. Егерде түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарий бөлімінде жазсаңыздар болады. Мен міндетті түрде оқып, жауап қайтаратын боламын. Осылайша біздің 40 қабатымыздың беті сулану керек және көлемі де біршама басылу керек. Енді 20 минут уақытқа қойып қоямыз. Оған дейін біз сәбізімізді теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Осындай арнайы кәріс салатына арналған теркадан сәбізімізді ұзыншалап өткізіп аламыз. Осымен біздің сәбізіміз дайын болады. Ал енді жаңағы 5 тіше сарымсақты да үккіштің ең майда көзінен өткізіп дайындап қоямыз. Жарты кесе сұйық майымызды, яғни 65 грамм сұйық майымызды табада орташа отта жақсылап қыздырып аламыз. Біздің 40 қабатымыз 20 минуттай тұрды. Байқасаңыздар, көлемі де біршама басылған. Енді осының үстінен жаңағы теркадан өткізіп алған сәбізімізді саламыз. Салып алғаннан кейін сәбіздің де көлемі кішкене басылу үшін осы 40 қабат екеуін жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Құрметті көрермендерім, каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, осы видеоға лайк қойып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Енді барлығын араластырып алғаннан кейін дәмдеуіштерімізді қосып бастаймыз. Бірінші 2 ас қасық толтырып қантымызды саламыз. Одан кейін кәріс салатына қосылатын ең басты дәмдеуіштердің бірі осы кориандр болып табылады. Кориандрдан жарты ас қасық саламыз. Келесі кезекте ұнтақталған тәтті паприкадан жарты ас қасық саламыз. Одан кейін қасықтың ұшымен чили ащы бұрышын қосамыз. Бұл әркімнің өз қалауы бойынша. Егер сіздер кішкене ащы болғанын қаласаңыздар, көптеу салсаңыздар болады. Одан кейін жаңағы теркадан өткізіп алған сарымсағымызды саламыз және 9% уксустан 1 ас қасық қосамыз. Бастапқы кезде уксустың иісі кішкене өткірлеу болып шығуы мүмкін, бірақ бұл ештеңе етпейді. Кішкене тұрғаннан кейін басылады. Одан кейін салатқа әдемі қызыл рең түс беру үшін осы куркумадан жарты шай қасықтай саламыз. Және қызып тұрған ыстық майымызды осы салаттың үстінен құямыз. Енді барлығын жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін тағы да міндетті түрде қолымызбен де жақсылап араластырып шығамыз.
Дайын болған салатымыздың бетін жауып, бір түнге немесе кемінде 3-4 сағатқа салқын жерге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сол аралықта дәмдеуіштері жақсы болып сіңіп, шырыны да керемет болып бөлініп тұрады. Осымен біздің кәріше қырыққабат салатымыз дайын. Өте дәмді, қытырлақ, керемет болып шыққан. Әсіресе бұл салатты палаумен жесеңіздер керемет үйлесетін болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Базарларда сатылатын кәріс салаттарынан ешбір кем түспейді. Егер видеорецепт пайдалы болған болса, ұнаған болса, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар.